менен істеп жатыр. Мынау машинаны екіге бөле салып. Бұл жақта енді осындай бүт-бүтін автокөліктерді сойып сатады. Қараңыздаршы. Артық ешқандай царапина жоқ. Артық жаңағындай бір себептері жоқ бұны. Бірақ сойып сатады запчастьқа. Бұл жақта тек қана бүтін автокөлік емес, соғылған автокөліктерді сатады. Бұның барлығы соғылғандар Америкадан келген, бүтіндері де келеді. Мұндай ешқандай царапинасы жоқ, Япониядан келеді. Енді бұл айтуларыңыз мүмкін, әртүрлі комментарийлер жазылып жатыр. Құжаты дұрыс емес, суға батқан, жаңа электроникасы бірдеңкесі күйген, пробеги көп деген сияқты әртүрлі себептер болуы мүмкін, ДТП деген сияқты. Жоқ, машинада ондай ешқандай причина жоқ. Дәл осы қалпына айдап кетуге де болады, бірақтан бұны запчасть ретінде мына жақта сойып сатады. Запчасть ретінде сойып сатудың бірден бір себебі, бұны каждый деталь ретінде сатсаңыз қымбатқа шығады. Бұл автокөлікті Япониядан аукционнан запчасть ретінде сатып алған арзанға сөйтіп сойып сатады, содан сол себепті қымбат шығады. Енді осы орайда бір ой туындайды, бұл автокөліктерді Японияда не үшін бүтін күйінде сатып жіберді деген, қандай себеп болды деген. Неге десеңіздер, ол жақта әрбір ол жақтағы жағдайы орташа санаттағы адамдар өзіне осындай автокөліктің 4-5 жылда бір айлығынан жинап, жылы жаңасын мінуге мүмкіндіктері бар. Міне, мына жақта да бүтіндер барлығы сойылып жатыр. Мынауда бүт-бүтін болған, кесіп сойылып сатады. Жаңа айтайын деген, Японияда, Еуропада 4-5 жыл мінеді автокөлікті, әрмен қарап, жаңағындай аукционға қойып, басқа себептермен сатып жібереді да, өзіне жаңа мінеді. Ол жерде өте әдемі жүйе қалыптасқан. То есть өзінде өндірістер бар, немесе сырттан алып келуге де болады. Автокөлік мінетін болса, мысалы, біздің елдегі секілді кейбір артық шектеулер мүлдем қарастырылмаған. Утиль сбор мысалға ретінде, первичный регистрация, машинаның жылына байланысты қандай да бір кіргізбеуге болмайды деген маркасына байланысты шектеулер қарастырылмаған. Ең бастысы жүруге жарамды автокөлікті алып келіп, жаңа тіркеп, ID беруге мүмкіндіктер қарастырылған. Сол себепті әрбір қалаған жағдай жеткен адам өзіне мынандай жылы жаңа керемет автокөліктерді өзінікін 4-5 жыл айдап, пробеги 50 мың, 100 мыңға жеткен кезде жыл жаңасын сатып алуға мүмкіндіктер бар, сатып жіберіп. Бұның бар аукцион қойылады. Және де ол жақта белгілі бір шектеуге келген кезде утилизацияға да тапсырылады. Утиль сбор, қандай да бір шектеу мүлдем жоқ десе де болады. Енді растамашка барлық елде бар, бірақ одан бөлек заттар болмайды да. Енді осы орайда менің айтып жатқанымда автокөлікке бір табан бір иығын беріп тұратын жақын адамдарымыз түсініп, ойыма пікірме келісетін шығар. Енді бұл жерде айтуы мүмкін, автокөлікке біздің қатысымыз жоқ, оның бұл жерде не қатысы бар деген ой келуі мүмкін да. Әрбір қазақтың, әрбір адамның осы салаға қатысы болу керек. Неге десеңіздер, Қазақстанда жалпы адамзат тіршілігінде күнделікті болып жатқан әрбір іс-әрекет осы техникалардың арқасымен жүзеге асады. Садикке бала шағаны апару, жұмысыңызға барып келу, өндіріс саласы, құрылыс саласы, әрбір нәрсе осы техникалар арқылы жүзеге асады. Қатысымыз жоқ деудің, даже пенсионер кісілерге дейін барлығына қатысы бар. Мысалға қараңыздар да, бізде Қазақстанда осы уақытқа дейін бір 10 жылдың ішінде бірнеше рет бензин қымбаттады ғой, саты мен саты, 15-20 теңгеден. Енді сол әрбір қымбаттаған сайын сіз ертесіне базарға барсаңыздар, бір затты 50 теңгені алып жүрсеңіз, ертесіне барғанда 70 теңге деп айтады. Неге десеңіз, бензин қымбат қой деп айтады. Бензин оған не қатысы бар деуі мүмкін, осының барлық техниканың бәрі бензинмен жүреді. Мен грузовой техникаларды айтпайын, олар деген кәдімгі қыруар ақшаға қимылдайды, бензиндары қымбат қой, дизельдары, шеттен бір товар алып келу, бір жеміс-жидектерді сырттан қант болсын, басқа заттар алып келетін болса, барлығы осындай техникалармен алып келеді. Оның барлығы расходы бар. Мысалы, мына техниканы жаңа қызметке салу үшін, бір зат товар тасу үшін, оны шетелден 10 миллионға сатып алды дейік. Оны Қазақстан кіргізген кезде құжатымен барлығымен бұл 17-18 миллионға барады. Бензині бар, сол себепті осы өзіндік ақша салған шығынын жаңағындай қызмет жасаушы логистика оны не істейді, бағаны, тарифті белгілейді, расходын есептеп отырады. Егер осы 10 миллионға кіріп, сол 11 миллион, 12 миллионға тіркеп алатын болса, бензин қымбат емес болса, ол зат не болар еді, сіздерге арзанырақ болып келер еді. Енді
өзімізде өндіретін заттаршы деуі мүмкін, бұл жерде кісілер. Өзімізде өндіретін, мысалы, егістік деп алайық, өзімізде өндіретін картоп деп алайық. Ол картопты егу үшін жерді қопару керек, жерді тазалау керек, арам шөбін тазалау керек, өскен екен дәрілеу керек, оның бәрін жинау керек. Оның бәрі техникамен, адам күшімен емес, техниканың күшімен жүзеге асырылады. Техниканың бәрі қайдан келеді бізге? Өзімізде өндірмейді ғой. Сырттан келеді, сырттан келгенде сатып алады. Сатып алған кезде жаңағындай утиль алымы, басқа да әртүрлі төленетін алымдары көп. Сондай-ақ дизель, басқа да шығындары көп. Оның барлығын есепке алады ғой, өз қаражатынан алған екен. Оның барлығын өндіру керек. Ол кісілерде бала-шағасы. Енді құрылыс саласын айтпай қойын, үлкен кран, әрбір өндіріліп жатқан кірпіш барлығы, іс-әрекеттің барлығы техникамен және де іске асырылады. Сол себепті әрбір қазаққа осылардың тікелей байланысы бар. Енді мен айтпаймын, болып жатқан барлық нәрсе, қымбатшылықтың барлығы осы техникалардың, утильдің кесірінен деп. Енді әрбір заттың өзінің құны бар, әрбір заттың өзінің тарифы, жаңағындай себептері бар, себеп салдары. Бірақтан осы заттар хоть какой-то доляға әсер етеді. 20 теңге болсын қымбат болуына бір әсер етеді деп ойлаймын, өз пікірім енді. Бұл жерде айтпағымыз, мысалыға ретінде, Қазақстанда болып жатқан әрбір жаңалық пен әрбір өзгерістер маған қатысы жоқ. Айлықта жүргендер, пенсияда жүргендер, басқа да басқа кісілер маған қатысы жоқ деуі мүмкін. Жоқ, әрбір болып жатқан оқиға мен жаңалық бәрімізге қатысы бар. Сол үшін жаңалықтан құр қалмайық, ауызбіршілікте болайық. Барлығымыз бірдей, бірге жұмыла, әрбір әрекетке дұрыс жағынан байымдап, көзқараспен қарауды үйренейік. Әрбір болып жатқан оқиғаны тек жақсы жағынан қабылдап, жастарға қолдау беріп отырайық. Мысал ретінде мынандай су жаңа автокөліктер әрбір қазақ алып мінуге шамасы, мүмкіндігі болатындай деңгейде өмір сүрейік. Барлығымыз қазақтың байығанын қолдайық. Көре алмаушылықтан алыс болайық ағайындар. Қараңыздар, қаншама ақша, қаншама дүние, қаншама жыл жаңа көліктер бүп-бүтін. Мұнда деген сойылып, зат жасып отыр. Ал бізде деген әрбір кісі армандап жүр ғой бұл автокөліктерді. Андай жылы ескі 92 жылғы автокөліктерді мініп алып, каждый царапинасына ойбай бүйтіп қалды деп уайымдаймыз. Енді дүние ғой, қолдың кірі, бірақтан сол дүниенің өзі қолжетімді болу керек қой біз үшін. Қолжетімді болу керек. Қолжетімді болу үшін мына жақтағы бағалары енді қолжетімді, бірақ елге барам дегенше бір шама расходы болып, соның барлығы бір дұрыс жүйе болса дейміз. Әрбір қазақ байысын, қазақ елі жасасын.